Кәсіпкерлер тіліне қатысты терминдер. Сәлеметсіздер ме, біздің тыңдармандар? Бүгінгі сабақта кәсіпкерлер, яғни бизнес саласына қатысты терминдерді таныстыратын боламыз. Ендеше экранға назар аударамыз. Бизнес өзге салалар секілді өзіндік терминдерден тұрады. Бұл терминдерді кез келген бизнес бастаймын деушілер білуі керек. Brainstorming мақсатқа жетуге кедергі болған факторды немесе адамды ұжым болып іздестіру әдісі. Bootstrapping компанияны сырттан қаржы іздемей-ақ өз қаржысымен қамтамасыз ету. Benchmarking компанияның көрсеткішін жалпы саланың орташа көрсеткішімен бәсекелестердің статистикасымен салыстыру. Ашық мұхит бәсекелестер мүлде жоқ жаңа сала. Downshifting жалақы және мансаптан бас тартып, өзі үшін өмір сүруді дәріптейтін өмірлік философия. Decision maker шешім қабылдайтын маман. Бұл термин сату бөлімінде маңызға ие. Crowd investing онлайн сервистер арқылы инвестиция жинау процесі. Маркетингтік лид сайтта байланыс нөмірін қалдырған тұрақты клиенттер немесе тауарға қызығушылық танытқандар. Meetup тәжірибе алмасуға немесе мәселелерді талқылауға бағытталған мамандардың кездесуі. Необанктер қызметті ғаламтор арқылы көрсететін банктер. Performance management мамандардың кәсібилігін, мақсатқа жету процесін бақылауға бағытталған басқару үлгісі. Pivot бизнес үлгіні, тауарды немесе стартаптың саласын өзгерту. Прекариат уақытша міндетті орындайтын мамандар. Roadmap компанияның алдағы әрекеттерін жоспарлау. Токен инвестордың кәсіпорнына алып отыратын цифрлық активтері. Traction белгіленген уақыт аралығындағы жобаның алға жылжуын, коммерциялық көрсеткіштерін бақылау. Exit компаниядағы үлесті сату. Бірыңғай жиынтық төлем салық органдарында өз-өзін жұмыспен қамтығандардың қызметін тіркеудің оңайтылған тәртібі. Коммерциялық емес акционерлік қоғам кіріс түсіру негізгі мақсат болып табылмайтын және алынған таза кірісті қатысушылар арасында бөлмейтін заңды тұлға коммерциялық емес ұйым деп танылады. Экономикалық қызмет түрлерінің жүктеуші экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімді жүктеу және кодтау тәртібін және өнім кодтарын белгілейді. Акциз тұтыну тауарларының және көрсетілген қызметтердің бағасына қосымша салынатын салықтың бір түрі. Патент мемлекеттің жеке адамға не фирмаға беретін және оның өнертапқыштық белгілі бір мерзімі ішінде пайдалануына ерекше құқықтық мойындауды қамтамасыз ететін құжат. Бизнес сәйкестендіру нөмірі заңды тұлға не филиал, не өкілдік және бірлескен кәсіпкерлік түрінде қызметті іске асыратын жеке кәсіпкер үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір. Активтер өндірістік пен бейөндірістік мақсаттағы жылжымайтын және жылжымалы мүлік түріндегі меншік, сондай-ақ шаруашылық мақсатта пайдаланып жүрген жер. Орман тоғай пайдалы қазбалар қоры, ақшалай құны бар заңды және жеке тұлғалардың меншігі болып табылатын нәрселердің бәрі. Байқағанымыздай, бұл терминдердің көпшілігі халықаралық терминдер.